Саламатсыздар ма? Бүгін біз дайындаймыз пирожкині. Үйде бала-шағама дайындайтын пирожкині сіздерге көрсетіп берейін дегем. Бізге керек бір қасық тұз, un, дрожжа, май. Мен осылай үйде бала-шағама дайындап отырамын. Тез олар жақсы көреді. Жылыған су салып, қамырды осылай араластырып қамыр дайындаймыз. Мен каналыма тіркеліп, лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар. Пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Қамырымызды орап алып қоямыз. 1 сағатқа демалады. Одан кейін мына картошкамызды аршып, осылай қайнатып пісіріп аламыз. Піскен картошканы шұқыр табаққа аламыз. Осылай барлық картошканы алғаннан кейін оны еземіз езгіште. Ыстық кезінде езсеңіздер тез езіледі. Осылай жақсап езіп алғаннан кейін пияз аршып, турап, пиязды турап, табаға май салып қауырамыз. Бұғанда тұз, приправа саласыздар. Көкөністерден де салсаңыз болады. Үйде қандай көк пияз ба, не бар? Солардан қосып, әдемі қылып, начинка дайындасаңыздар болады. Мен құртылған осындай приправаларым бар еді, соны салдым. Соны араластырып, әдемі қылып, картошка саламыз, пиязды қосамыз да, солай араластырамыз. Осылай жасап араластырғаннан кейін дәмін көресіздер. Тұзы аз болса тұз қосасыздар. Қамырымыз дайын болды. Дайын қамырымызды осылай кесіп, осылай домалақ істеп аламыз. Кейін қолда жаямыз. Жайғанға начинканы саламыз. Осылай әдемі қылып начинканы салғаннан кейін оны сондай жақсылап жабыстырамыз бір-біріне. Майға сағанда ашылып кетпеу үшін. Майға салып, қызартырып аламыз екі жағын. Мені каналыма тіркеліп, лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар. Өте күшті рецепттермен бөлісіп отырамын. Осылай жұмсақ болып, жақсы ісіп шығады. Ас болсын, сіздер де дайындап көріңіздер. Шығады. Видеоның соңына дейін көргендерге рахмет. Сау болыңыздар.